10 жыл сұрап алған баласы, 10 жыл Алладан тілеп алған баласы, 9,5 жыл екен ғой. Ой, Алладан күндіз-түні тілеп алған алтыны. Ұйықтай ғой, енді ұйықтай ғой. Айналайын алтыннан. Айналайын алтыннан. Ойбай, осы үйде тегі бір алтын таптым деген бір сұмдық айқай шығып осы. Біздің редакция айқайда шу болып жатыр осы. Осы бір журналистерден бірінші болып жеткен мен шығармын, бірдеңе бұйрық балар бізге де. Оймай, бақандай 3 килограмм 800 грамм алтын табылу деген сұмдық қой. Біреудің үйінен. Ай, біздің асыр сұмдық бір сенсация болар еді, осы бір жариялап жіберсек осынды газетке. Сәлеметсіз бе? Мен мынау сұмдығай газетінен келген журналист едім. Журналист? Иә. Иә. Сіздердің алтын тақпандарыңыз жөнінде ұзын құлақтан естіп, сол жайында бір интервью алсам. Ой, рахмет көп-көп ниеттеріңізге, көңілдеріңізге. Сіз қазір жайғаса беріңіз, төрлетіңіз. Шайым да қайнап қалған шығар. Мен дайындап. Кішкене мен асығыстау едім. Енді сол алтын тақпандарыңыз жайында мүмкіндік болса күйеуіңізбен сөйлессем. Айып етпесеңіз, менің күйеуім қазір жұмыста. Қоятын сұрақтарыңыз болса маған қоя беріңіз. Жарайды. Енді сұрақ қоймас бұрын алтынды фотоға түсіріп алсақ бола ма? Газеттің бірінші бетіне басамыз. Ой, алтынды. Әрине, сіз оған қарсы болмасаңыз. Жоқ, қарсы болмаймын, әрине. Бірінші бетіне. Бірінші бетіне басамыз. Ой, рахмет. Бірақ ол кешіріңіз, енді ол қазір енді ол ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатыр дейді? Ұйықтап жатыр дегеніңіз ол енді сейфте жатыр дегеніңіз болар, Енді қазір сендер бесікті сейфтесеңдер, сонда жатыр, иә? Жарайды, сонымен сұрақ. Иә. Мынау күйеуіңіз бұл алтынды қалай тапты? Ой, жама, сұрағың түйеден түскенде екен. Еңбектеніп таптық қой, әйтеуір. Иә, дұрыс, еңбектеніп. Қазба жұмыстары қай уақытта басталды? Қазба дейді. Маған үйленгеннен бері. Енді мына күйеуіңіз қазба жұмысын басталғанда бірден алтын табамын деген үміті болды ма, жоқ әлде басқа да ойы болды ма? Басында қандай ойы болғанын қайдан білейін? Бірақ соңғы осы 9 жылда енді қатты ойы кетті, енді әбден күтті, енді әбден іздеді, иә. Күйеуіңіз жалпы жұмысты жалғыз атқарды ма, жоқ әлде басқа да көмекшілер болды ма? Құдайға шүкір, күйеуіміз әзірге ешкімнен көмек сұрай қоймайды. Жұмыстың арасында әбден шаршап, шалдыққан болар, Оныңыз рас. Енді тіпті мен жұмыссыз отырып қалдым ғой. Күндіз-түні мен жұмыс істейді. Түнде де, күндіз де. Енді тіпті бар ғой, кейбір кезде шаршағаннан таңертең жұмысқа әлем тұрып кетеді ғой. Енді сіз әрине көмектескен боларсыз. Ойбай, оныңыз де. Маған енді ауыр көтеруге болмайтын болды, бірақ енді жеңіл-желпі мынау жұмысын, жаңағы тамағын істеп кірін жуып дегендей әбден көмектестім ғой. Мынау күйеуіңіз кен орнын бірден тапты ма? Сен анауыңды, сен тұра тұршы, мен шай қойып келейін. Жоқ, асығыстау едім, жеңге. Сұрағыма жауап беріңізші. Күйеуіңіз кен орнын бірден тапты ма, жоқ әлде шатасып біраз жерді қопарды ма? Ойбай, мұна болғанда, қопарған несі енді? Ағамның оған тәжірибесі жетеді ғой, шырағыма. Енді мына қазақтың сөзі бар, енді менің сөзім емес қой, алтын шыққан жерді белден қаз деген. Мысалыға, мені келесі жол алтын іздейтін болса көмекке алар ма еді? Қайдан білейін, ағам? Айналайын көреміз енді, ағаңнан сұра енді оны. Так, енді сол алтын шыққан жердің өзі қайда екен? Маған мынау алтын шыққан жерді көрсете алмайсыз ба? Мұныңыз енді кешіріңіз, журналист жолдас. Мұныңыз енді артықтау болар. Сіз тіптен үндемеген сайын ұятсыз болып бара жатсыз. Кешіріңіз, түсінбедім. Жоқ, сіз менің мынау енді айтқанмен енді мынау тағы да бұл жерден көзден таса ұстап, тағы да алтын табу үміті бар ау шамасы. Құдайға шүкір. Берсе тастамаймыз, бермесе қақсамаймыз. Үміттіміз әрине. Әрде күтеміз де, болады ғой. Үміттеріңізге енді жете берулеріңізге тілектеспіз ғой. Енді мынау осы үлкен үмітпен
тынымсыз еңбекпен тапқан осы бір алтындарыңызды қандай мақсатқа пайдаланбақшысыздар? Ел аман, заман тыныш болсын, айтыр болашақ көрсетеді. Аман болайық бәріміз. Енді амандығыңызға енді бәріміз де тілеулеспіз. Енді дегенмен, мынандай бір алмағайып заманда қайырымдылық жасауға қалайсыздар? Қандай қайырымдылық? Мысал қалатын болсақ, жетімдер үйіне өткізе алар ма едіңіздер? Шырамау! Не деп тұрсың осың? Есің дұрыс па? Ойбай-ау, мынау, біз аман-есен тұрғанда жетімдер үйінесі мынаның. Жоқ, сіз жеңге дұрыс түсінбедіңіз. Мен барлығын деп тұрған жоқпын. Кішкене бөлшегі болса да. Сақтай көр. Ай, шырағым, өзің адамның жүрегін тіпті жүріп біттің ғой, баш өзің. Қараң батсын, шағың ашылан жұмыт қыл. О несі тіпті? Бар, өзің де құра, газетің де құра. Әне, алтыным-ау, алтыным, қазір әне оятып жібердің. Жаңа ғана әреңдігінде ұқтатып едім, қап. Түсінбедім, жеңге, күйеуіңізді оятып алдық па? Ойбай, жаңағы баламды кішкентайымды айтып тұрмын. Сәбиімді алтыным деп тұрғаным сол ғой, ойбай-ау. Тоқтаңыз. Айғанағанан кел. Түсінбедім. Сіз сонда бағаладан бері алтынымды балаңызды айтып тұрсыз ба? Шырама, мен енді кімді айтып тұрмын дейді. Баламды алтын деп Алладан тілеп алған қарға сүйген аппағым деген. Біз үшін ол алтын құдайға шықты. 9 жыл Алладан тілеп алған, 10 жыл. Жеңгем өзі қызық болды. Мен бағаладан бері біздің бүкіл редакция шуып отыр ғой. Сіздердің үйден алтын табылыпты 3 килограмм 800 грамм деп. Мен шын нағыз саф алтын екен деп тұрмын. Алтын? Иә, қазба алтын. Сен қазба жұмыстар дейді. Ұяқтай қазбасын естеп қойым. Өзіңіздің атырқтай жоқ. Көмек қаларым еттесе көреміз күйеуімнен сұрап. Ай, мынау бір жуып жіберетін нәрсеге. Әрине жуып жіберетін. Сен шек отырадыр. Мен қазірім. Жоқ, жеңге, қызық болсын. Мен міндетті түрде мен бұны газетке шығарамын. Сіз алтыныңызды дайындап қойыңыз. Бұл сіздердің қазынаңызға емес, бүкіл қазақтың қазынасына түскен алтын екен. Мен редактордан барып сүйінші сұрап келейін. Дайын болыңыз, жеңге. Сен мені